Шайыңды іш балам. Әже, неге бізбен тұрмайсыз? Ахмет, Димаш, олар бірге әжесімен тұрады ғой. Қызым, әжеңнің өз үйі бар. Иә. Шелпегіңде келсеш? Құран оқылған жоқ қой, қалай жейміз? Құран оқылмаса жеуге болмайды деп кім айтты? Болмайды. Әкелсеңші енді. Сәрсен! Әкелесің бе жоқ па? Қайдан ғана кіре қойып едім. Мына балапандар етегіне жармасып қойбақ болсын кірген. Ошықтаңдар, балалар шошықтаңдар. Ey Allah Teala, осы оқыған Құран кәрімізде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ақсақал. Осы Құран бағыштамай шелпекті жеуге болмай ма? Неге болмас? Біреулер майы шықпаған үйге аруақ келмейді екен. Егер Құран оқылған шелпекті ұрпақтары жесе, соны аруақтарда сонымен тамақтанады екен деп жүр ғой. Жайсыз шелпек пісіру ол біздің салтымыз ғой бірақ. Кез келген адам үшін де ананың орны бөлек қой. Сонау заманда бір сахабаның дәм-тұзы таусылып, о дүниеге аттана алмай қиналып, кәлимаға тілі келмей жатады ғой. Бұны пайғамбарымыз естіп келген кезде бірден анасын шақыртады. Шақыртып, балаңыз қандай еді дейді. Сөйтсе анасы, балам 5 уақыт намазын қаза қылмай оқушы еді, оразасын ұстаушы еді, зекет бітірін беруші еді уақытымен деп шұбырта жөнелгенде пайғамбарымыз тоқтатып, сіздің балаңыз сізді ренжіткен күні болды ма депті. Сөйтсе ана байғұс шынын айтып, ондай күндері болып еді депті. Содан пайғамбарымыз онда отын әкеліп, от жағыңдар. Мына кісінің баласын өртейміз дейді ғой. Сол кезде ана байғұс шыршыр етіп, кештім оны. Кешірдім дей бергенде, манаға байғұс баланың тілі кәлимаға келіп, жан тапсырып жүре берді. Егер анаңыз разы болмаса, сіздің оқыған Құраныңыз, ұстаған оразаңыз, тіпті жыл сайын Меккеге барыңыз, бәрі бос, зая деген сөз. Ер адам анасы разы болмай, ал әйел күйеуі разы болмай, жұмаққа кірмейді. Міне көрдіңіз бе? Жұмақ ананың табанының астында деп бекер айтылмаған. Мұның бәрін мен неге айтып отыр дейсіңдер ғой. Осы жаңа, осы сендердің үйлерге жете берген бұрылыста алдымнан бір кейуана қарсы шықты. Әлгі кейуананы көргенде бұдан бір құдая бір 40 жылғы бір уақиға есіме түсіп кетпесі бар ма? Ал енді сол жылы қыс қатты болып, қар деген сұмдық қалың түсті, қатынас жоқ, жабылып қалды. Күндердің күні әлдеқандай бір шұғыл шаруа болып қалып, жолға шығу тура келді. Күн дегенің боран, алдымыздан ағыстан бірдеңе қарайып көрінеді. Содан жақындап барып көргенімізде әлгі қарайғанымыз баласын шанаға салып алып сүйреткен әйел. Хош, содан не?
Әлгі әйел баласының ыстығы көтеріліп, ауырған соң есі шығып, нар тәуекелдеп, шанамен жаяулап шығып кеткен екен. Құданың құдіреті, мына бейнетті көрмейміз. Соның әлгі әйел аяғын тайып жығылып, құлап, жіңішігін сындырып алады. Соның орнында болса, басқамыз сол аяғымызды сүйретіп, не кері қайтар еді, не болмаса сол жерде қозғала алмай жатып қалар ма кімбісін. Ал әлгі әйел болса, балам ыстығы көтеріліп, өліп кетеді деп ойлап, сынған аяғына қарамай, 20 шақырымдай жерді ит қорлықпен басып өтіп, бізге кездескен бет екен ғой. Аяғы күп боп ісіп кеткен байғұс бізді көріп талғысып кетті. Егерек барлығымыз улап-шулап, кері қайтып, әлгілерді бәлінізге тапсырдық қой. Балам, ананың баласы үшін жанып тұрған отқа түсуге дайын екен, мен міне сонда көрдім. Бұл оқиғаны кейін ана журналшылар газетке де жазды ғой. Ондай аналарға алтыннан ескерткіш қою керек қой. Дұрыс айтасың, арағым. Осы күнге дейін сол оқиға есімнен еш кетпей қойды. Ана әйелдің тағдыры қалай болды екен? Баласы қандай азамат болды екен? Өздерін бір көрерметтеп жүруші едім ғой. Сонда жаңғаны алдымдан өте шықпасы бар ма? Жазбай таныдым. Apa? Apa kişiş mi? Kişiş mi? Apa kişiş mi? Apa? 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 Apa Belkim bağım, belkim sorum var. Kalın oydum, kaldım sonunda. Kulunum, есіңді жи, сәрсен. Сәрсен. Ботам. Kulunum. Geçiş mi apa? Kulunum. Geçiş mi? Kulunum. Geçiş mi apa? Geçiş mi apa? Bir günüme